Қуаныш құтты болсын, балаларымыздың ойы өрсін. Бірінші арманға берейік. Қазір енді Айшаға берейік. бісміллә деп балақайлар көрсін. Қалған таратып береміз, апай. Қалған таратып береміз. Енді өздерім тарата берем, мен өзім немереме. Ал, құрметті балалар, сендерге қазір ана жақта біздің аға апаларымыз кесіп, дайындап. Соның бір жақсы тиімді жолы ол ойын арқылы. Step Games dediğimiz ұлы дала ойыны. Step Games ақырындап осы ойын арқылы түсіндіру, жеткізу, ондайды бір педагогикалық, идеологиялық, ақпараттық бір маңызы бар экожүйе деп білеміз. Сондықтан құрметті достар, құрметті әріптестер, осындай платформаларды біз дамытуымыз керек. Қарасаңыздар, қазір біздің балаларымыздың кейіпкерлері, қаһармандары сол ойын, комикс, кинематограф арқылы бұл жаһандық феномен. Бүкіл дүние жүзінде солай. Басқа кейіпкерлер келді. Мына мен қазір Кореяда жүрмін. Корея мықты. Олар өздерінің кейіпкерлерін Пороро деп мысалы көп әлемге өздерінің құндылықтарын K-pop арқылы, Blackpink арқылы, BTS арқылы, кинематограф арқылы, түрлі анимация арқылы жеткізе білген бір кішкентай болса да өте мықты, яғни аймақты, өңірлі, әлемдік деңгейде де қазір үлкен сондай әсер ететін, ықпал ететін. Қазір мынандай бір қызық ұғым шығып жатыр Кореяда, middle power деген ұғым болған тұғын саясаттануда, яғни global power, үлкен жаһандық державалар, middle power және GPS, global pivotal state деген ұғым шығады. Яғни біз жаһандық кішкентай болса, бірақ жаһан деңгейде кейбір мәселелерде global pivotal әсер ете алатын, немесе бір бағытқа, керекті бағытқа бұрылатын state unit бізде. Сондай бір қызық ұғым шығып жатыр. Сондықтан бізде де креативтік әлеуметіміз өте жоғары. Жастар қазір жас буын кинематограф саласында, режиссура саласында, драматургия саласында да қандай мықты әншілеріміз бар. Жол көргендей Madison Square Garden'да Димашымыз бүкіл қанша Америкада аяққа тұрғызып қазақша сөйлейді. Мехико Сити, Мексикаға барып, Мехико Ситінің үлкен стадионында қанша мыңдаған адамдар келіп, Мексика қайда, Қазақстан қайда. Сондықтан осы Корея тәрізді, Қатар тәрізді бізде де сондай өзіміздің әлеуетіміздің жоғары, өзіміздің құндылықтарымызды, тілімізді жеткізу. Сондықтан аға буынның уайымдарын мына жас буын бір нақты жауап беру керек бұл уайымға, өз контентімен мықты жақсы осындай платформалармен дәлелдеуіміз керек. Біздің болашағымыз бар деген. Сондықтан құттықтаймын. Step Games'тің тұсаукесері бәрін баршамыз құтты болсын. Бірге жұмыс істеуіміз керек, өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді көрсету керек. Рахмет. Тіл-қазына ұлттық орталығы мемлекеттік тілдің цифрлық инфрақұрылымын қалыптастыру бағытында жүйелі түрде жұмыс істеуге көшті. Бұл жұмыстар нақты жобалар арқылы іске асуда. Сол жобалардың бірі қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры мемлекеттік ақпараттық жүйесі. Бұл қазақ тілінің барлық сөздік қорын, терминологиялық базасын, мәтіндік деректерін және ұлттық корпустарын бір жерге біріктіретін кешенді жүйе. Оның мақсаты қазақ тілінің бірыңғай тілдік стандартын қалыптастыру. Осы жобаны жүзеге асырушы ұйым ретінде Тіл-қазына орталығы ресми түрде бекітілді. Сонымен қатар орталық KZLM Қазақстандағы тұңғыш ұлттық тіл моделін әзірлеу жұмысына да қатысты. Бұл модельді оқыту үшін Тіл-қазына 6 миллиардтан астам сөз қолданыс ұсынып, жобаның табиғи тіл қорын қамтыды. Сонымен қатар біз өзіміздің Тіл-қазына тіл моделімізді жарыққа шығардық. Бұл моделі қазақ тілінде мәтінді құрап, қателерді түзеп, стильдік талдау жасап, терминдерді аударып, күрделі лингвистикалық тапсырмаларды орындай алады. Дәл қазіргі кезде біздің бұл моделіміз Hugging Face платформасына жүктелген. Осы төл өнімдеріміздің арқасында біз жасанды интеллект агенттерін жасау мүмкіншілігін алдық. Оның біріншісі Қазграмма, қателерді автоматты түрде түзететін платформамыз. Дәл қазіргі кезде ЕГОВ жүйесіне өтініш, сонымен қатар тағы да басқа мемлекеттік жүйелерге кіріктірілді. Екінші Тіл-қазына AI көмекшісі қазақ тілін деңгейлеп оқытуға арналған интеллектуалды агент. Ол да жақын күндері көпшілікке ұсынылатын болады. Осы қатарда тағы бір маңызды жобамыз